Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Біз сабақтарымызды жалғастырамыз. Біздің бүгін өтетін тақырыбымыз буын. Қазақ тілінде буынның үш түрі бар. Ашық буын, тұйық буын және бітеу буын. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Оны сіздер білесіздер бастауыш сыныптан. Ашық буын дегеніміз тек қана дауыстыдан тұрады. Мына жерде мына А дыбысы, мына ашық буын. Немесе дауыссыздан басталып, дауыстыға аяқталады. Ана, қала. Бұлар ашық буынға жатады. Екіншісі тұйық буын. Дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Ат, ақ, ән, ет. Қайталап айтамын. Дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Үшінші түрі бітеу буын. Дауыссыз дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталады. Нан, тіл, қыз. Мына жерде тапсырма берілген. Астында мына бірнеше сөз жазылған. Осыны сіздер ашық, тұйық және бітеу буындардың түріне бөліп жазуларыңызға болады. Мынаны сіздер дереу дәптерге көшіріп алып, үстінен белгілеп отырсаңыздар да болады. А, Т, Б деп. Аз ғана уақыт берем. Жұмыс істеп көріңіздер. Сосын мен өзім айтамын, дұрысы қандай екенін тексеріп аласыздар. Қазір мен дұрыс вариантын айтамын. Ашық буындар. Тексеріп алыңыз. Су, ана, әке, дала, көпе, ала, сары, қара және жаңа. Тұйық буындар ай, ән, ер, от, өт, ол және оқ. Бітеу буындар жер, жел, бұлт, мұз, құс, тіл, шөп, жыл, сөз, қор, мен және тоқ. Міне біз бар сөзді буынның үш түріне бөлдік. Ашыққа, тұйыққа және бітеуге. Бос буынға қай сөз сәйкес келеді деген сұрақ тұр. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша не болады? Ойланып көрейік. Қанша дауысты дыбыс болса, сонша не болады? Әрине, буын болады. Буын болады. Тасымал да осы буын сияқты буынға орай жасалады. Дегенмен бір ғана дауысты дыбыстан жасалған буын ешқашан тасымалданбайды. Мына жерде ана, отан, әкел дұрыс буынға бөлініп тұр, бірақ дәл осылай тасымалданбайды. Себебі жалғыз дауысты дыбыс жолдың бір шетінде қалып қоймайды. А, О, Ә. Мына тапсырманы қараңыз. Буынға дұрыс бөлінген сөзді табайық. Қай сөз буынға дұрыс бөлінген? Әрине, өрмекші. Қайсы дұрыс тасымалданған? Екінші сұрақта. Қайсы дұрыс тасымалданған? Мына орындық дұрыс бөлінген, бірақ дұрыс тасымалданған ба? Жоқ, әрине. Өйткені о дыбысы сөздің жолдың бір жағында қалып кетпейді. Мұнда дұрыс тасымалданған сөз орындық. Екпін. Қазақ тілінде екпін сөздің ең соңғы буынына түседі. Ал екпін дегеніміз сөздің ішінде белгілі бір буынның ерекше көтеріңкі айтылуы. Мысалы, қазақ тілінде айтайық. Менің атым Асқар. Сен айтайық мектепке, сен мектептесің деген сөйлемдерде сөз тіркестерінде екпін сөздің соңғы буынына түсіп тұр. Ал енді екпін үнемі олай сөздің соңғы буынына түсе бермейді. Мына бір 5 жағдайда екпін соңғы буынға түспейді. Соңғы буын екпінді қабылдамайды. Мысалы, бірінші жіктік жалғауына екпін түспейді. Оқушымыз, барамыз деген сөздерде мызға екпін түспейді. Өйткені ол жіктік жалғау, екпін шыға түседі. Оқушымыз немесе барамыз. Көрдіңіз бе? Болымсыз етістіктің жұрнағына екпін түспейді. Ағашты жарма, үйге барма деген сөздерде, сөз тіркестерінде жарға және барға түседі. Ал болымсыз етістіктің ма жұрнағына екпін түспейді. Бұл адамның бұйыру эмоциясын, сұрану эмоциясын білдіреді.
Шылау сөздерге екпін түспейді. Үйде, мал да сендердікі деген сөйлемде үйге түсет, малға түсет екпін. А деге, даға екпін түсіп тұрған жоқ. Үйде, мал да сендердікі. Бұл да тыңдаушы адамға белгілі бір міндет жүктеу барысын мақсатында айтылып тұр. Көмекші сөздерге екпін түспейді. Мен ғой кеңседе болған, немесе білім саған керек деген сөйлемдерде ғой керек деген сөздерге екпін түспейді. Екпін түспейді. Сұрану, өтіну эмоциясындағы ш жұрнақтарына екпін түспейді. Осы ойыңды айтшы енді деген сөйлемде айтшы деген сөздің ішінде айтқа түседі, ашыға түспейді. Өйткені ол өтіну мағынасындағы екпін түспейтін буын. Төменгі сөздерге екпін қойыңыз дейді. Тапсырма. Біз 6-шы сынып оқушыларымыз. Екпін қайда түседі? Әрине р-ға, мызға түспейді, өйткені ол жіктік жалғау. Біз 36-шы мектепте оқимыз. Екпін қиға түсіп тұр, ал мызға түспейді, себебі ол жіктік жалғау. Болашақ жақсы мамандарымыз дегенде де екпін дарға түседі, мызға түспейді, өйткені ол жіктік жалғау. Сен жалғау болма деген сөзде, сөйлемде екпін болға түседі, маға түспейді, өйткені ол болымсыз етістіктің жұрнағы. Ма деген болымсыз етістіктің жұрнағы. Саған да, маған да ата-анамыз үміт артып отыр деген сөйлемде саған, маған деген сөздерге екпін түседі, ал да деге екпін түспейді, өйткені олар шылаулар. Көрдіңіз бе? Жіктік жалғауына, болымсыз етістіктің жұрнағына, шылау сөздерге, көмекші сөздерге және сұрану өтіну мағынасындағы ш жұрнақтарына екпін түспейді екен. Тапсырма. Екпін қабылдамайтын буындардың әрқайсысына 3 мысалдан үйде жазып дайындап көріңіздер. Сонда сіздер алған білімдеріңізді тексересіздер. Тапсырмалар. Мына біріншісінде буынға бөлінетін, бірақ тасымалданбайтын жуан буынды сөзді табыңыз. Жуан буынды болсын, буынға бөлінсін, бірақ тасымалданбасын. Дал, әрине, дұрыс тапқандарыңыз бар шығар деп ойлайым. Жуан буынды сөз, себебі ол жуан сөздер. Енді буынға дал болып бөлінеді, бірақ дәл осылай тасымалданбайды. Себебі дыбысы жалғыз өзі жолдың бір шетінде ешқашан қалып қоймайды. Дауыссыздардың 3 түрі де қатысқан сөз табамыз. Қарап көріңізші, қатаң, ұяң, үнді дауыссыздардың 3-еуі де болсын осы сөздің ішінде, бір сөздің ішінде. Деп көрейік. Дұрыс таптыңыз деп ойлаймын. П қатаң дауыссыз дыбыс, Д менен З ұяң дауыссыз дыбыстар, ал У және Л ол үнді дауыссыз дыбыстар. Тек қана ашық дауыстыдан құралған сөзді табыңыз дейді. Тек қана ашық дауысты дыбыстар. Естеріңізге салайын, дауысты дыбыстардың ашық деген түрі ол жақ қатты ашылатын. Жақ қатты ашылатын, сонда ол ашық дауысты дыбыс болатын. Таптық па? Таңертең. Таңертең. Дауысты дыбысқа негізделетін үндестік заң қалай аталады? Дауысты дыбысқа негізделген үндестік заңы қалай аталады? Оны жаңа ғана айттық, буын үндестігі дейді. Буын үндестігіне бағынбай тұрған сөз бар ма осы жерде? Сөздің соңғы буыны болса жуан, жіңішке болса жіңішке болып келмей тұрған сөз бар ма? Әрине бар, ол ормандікі. Орман жуан, адікі жіңішке. Буын үндестігі сақталған сөз бар ма? Сақталған сөз. Жіңішке буынға жіңішке жалғау, жуан буынға жуан жалғау қосымша деп айттық. Әрине күрекпен. Күрек жіңішке буын еді, күрек, рек. Оған жіңішке буын жалғанып тұр. Енді осылайша буын үндестігіне бағынбайтын сөздер бар, қосымшалар бар. Буын үндестігіне бағынбайтын сөздің соңғы буынның жуан жіңішкелігіне қарамай, осы қалпыда жалғана беретін қосымшалар. Мен, бен, пен, көмектесуші септіктің жалғаулары. Қараңыз, бала, мен, ла деген жуан еді, мен бәрібір жіңішке. Шана, мен, на жуан еді, мен бәрібір жіңішке. Немесе, нікі, дікі, тікі. Бала, соңғы буын жуан, нікі жіңішке. Соңғы буын жуан,
жалған қосымшалары жіңішке. Еке, тай, жан, сымақ деген жұрнақтарды, қосымшаларды қараңыз. Әке жіңішке сөз, тай, жуан. Көке жіңішке буыннан тұратын сөз, жан, жуан. Мұсеке, мұса жіңішке буыннан, жуан буыннан тұратын сөз, еке жіңішке. Әпке тай дегенде әпке жіңішке буындардан тұрып тұр, а тай, жуан. Әке деген жіңішке буыннан тұр, жан, жуан. Әнсімақта да осылайша жіңішке буынға жуан қосымша жалған тұр. Дәл осындай буын үндестігіне бағынбайтын бірнеше жұрнақтардың түрі бар. Олар паз, қор, кер, гер, кеш, хана, күмнем, бан, тал, тар, уар. Бұлар сөздің жуан жіңішкелігіне қарамай осы қалпында жазылады. Қараңыз, еңбек жіңішке сөз, ақор жуан. Арба жуан сөз, кеш жіңішке. Түсіндіңіз ғой. Енді соңғы түрі шет тілінен енген қосымшалар. Ис жұрнағы. Ислам жуан сөз, лам деген жуан буын, ис жіңішке. Оф дәурен, рен жіңішке, оф жуан. Ев қуаныш, ныш жуан, ақуан, ев жіңішке. Бұл шет тілінен енген қосымшалар болып табылады. Міне осы бұны біліп алу керек, себебі суретке түсіріп алып отырыңыздар, өздеріңізге біраз кітап сияқты кішкене қор жасап алыңыздар, дәптер жасап, немесе телефондарыңызға түсіріп алыңыздар. Мынандай сұрақ міндетті түрде тест тапсырмаларында болады. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаны табыңыз деген. Мына бір мәтінді қарап көрейік. Орталық Американың жағалауына жақын Исалько жанартауын теңізшілер табиғи деп атайды. Биіктігі 2000 метрлік бұл жанартау 2 ғасырдан бері тынбай атқылап келеді. Әрбір 8 минут сайын Исалько аспанға жалынатады. Жанартау кратерінен шығатын қою түтін 300 метр биіктікке көтеріледі. Сондықтан теңізшілер Исальконы алыстан байқап, бағыттарын бағамдап отырады. Көмектенің орнына қай сөз қойылады? Жалын ба, маяк па, үй ме, әлде электр қуаты ма? Қараңыз, табиғи деген сөзге қай сөзді қоятынымызды ойланыңыз. Биіктігі өзі 2000 метрлік жанартау болса, және теңізшілер оны алыстан байқап, бағыттарын бағамдап отырса, ол әрине не болады? Маяк, табиғи маяк. Міне, қымбат оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздермен біз буын үндестігін оқыдық. Буын үндестігі дегеніміз сөздің соңғы буыны жуан болса жуан, қосымша жіңішке болса жіңішке қосымша жалғанады, а қайсы бір қосымшалар буынның жуан жіңішкелігіне қарамайды. Тасымалды, екпінді еске сақтаңыздар. Келесі сабақта кездесеміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.